Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастаймыз. Бүгінгі өтетін сабағымыз 5-ші бөлім су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы сырда туған сырдың ұлы. 1-ші сабағы. Сабақтың мақсаты тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру. Сан есім атауларын білу, орынды қолдану. Сабағымыздың жаңа сөздермен таныс болайық. Қанекей, тыңдаймыз. Дүниеге келу, жинақ, түсіру, әмбебап. Қайталаймыз. Ал балалар, айтылым тапсырмасы бойынша бірінші сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтарға толық дұрыс жауап беру 4 балл. Берілетін сұрақ саны 4. Ал қанекей, бастаймыз. Қазақтың қандай ақындары мен жазушыларын білесің? Біз сіздермен осыған дейінгі өткен Бердібек Соқпақбаевты айтуға болады, иә? Тағы кімдерді айтасыздар? Ол кісілердің қандай шығармаларын оқыдың? Иә, балалар, біз сіздермен Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» шығармасын оқыдық. Ол шығармалар саған не себепті ұнады, немесе ұнамады? Қазір қандай кітап оқып жатырсың? Оқушылар, есімізге түсірейік. Біз сіздермен осы бөлім барысында сан есімдермен танысқан болатынбыз. Сан есім дегеніміз не? Сан есімнің қандай түрлері бар деген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Сан есім заттың санын, ретін, мөлшерін білдіреді. Неше, қанша, нешінші, нешеу деген сұрақтарға жауап береді. Сан есімнің түрлері: есептік, реттік, жинақтық, бөлшектік, топтау, болжалдық сан есімдер. Жұрнақтарын есімізге түсірейік. Реттік сан есім ыншы, інші, нышы, ніші. Жинақтық сан есімдікі ау, еу жұрнақ арқылы жасалады. Бөлшектікте 4-тің 1-і, 5-тен 2, 2,5. Топтау. Шығыс септігінің жалғауы жалғанады. Дан-ден, тан-тен. Болжалдық сан есім даған деген, таған теген, лап-леп, дап-деп, тап-теп жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Иә, балалар, біз сіздермен сан есімдерді есімізге түсірдік. Ендігі орындалатын тапсырмамыз 2-ші тапсырма. Берілген есептік сан есімдерді реттік, топтау, болжалдық сан есімге айналдыр. Осы сан есімдерді қолданып, сөйлем құра. Сан есімдерді табады 1 балл, сұрақ қойып түрін анықтайды 2 балл, сөйлем құрайды 2 балл. Үлгі 2. Екінші реттік сан есім, 2-2-ден топтау сан есімі, 2-лерде болжалдық сан есімі. Асан 2-ші қатарда отыр. Балалар 2-2-ден жүгірді. Оның жасы 2-лерде. Әбділда Тәжібаев 1927 жылдан бастап өлеңдер жаза бастады. Ең алғаш өлеңдері 1933 жылы Жаңа ырғақ атты жинақ болып шықты. Қазақ әдебиетінің дамуы мен қалыптасуына зор үлес қосты. Әбділда Тәжібаевтың шығармашылығы қазақ әдебиетін биікке көтерді. Жас ақынның алғашқы өлеңдерін оқыған Мұхтар Әуезов көркемдік ерекшеліктерін байқаған. Сыршылдық өлеңдер, тараспен әңгіме, елден сәлем, күзет әні, ат үстінде, қойшы жыры тағы басқалар. Поэмалары тарихи тақырыптарға, тарихи аңыздарға сүйеніп жазылған Абыл, Аққу, Толағай, Мерген тағы басқа да поэмалар бар. Қызылорда қаласында көрнекті жазушы Әбділда Тәжібаевқа ескерткіш қойылған.
Қызылорда облыстық әмбебап ғылыми кітапханасына 1999 жылы Әбділда Тәжібаевтың есімі берілді. Балалар, өздеріңіз мына суретте көріп отырғандай, бұл жерде Сырдария өзені. Жаңағы ақынның жырлаған, өзінің өлеңіне қосқан өзеніміз бұл Сырдария өзені екен. Ал енді балалар, мәтінмен жұмыс жасайық. Тыңдалым, оқылым. 3-ші тапсырма. Мәтінді тыңда, оқы, түсінгеніңді баянда. Мәтіндегі сан есімдерге сұрақ қой. Әбділда Тәжібаев ақын, драматург, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның халық жазушысы. Ол 1909 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген. Қызылордадағы жетім балалар интернатында тәрбиеленіп, Шымкент қаласындағы 7 жылдық мектепті бітірген. Әбділда Тәжібаев Сырдария өзенінің бойында туған. Сырдария Орта Азиядағы ірі өзендердің бірі. Сырдария өзені Тянь-Шань бұлақтарынан басталады. Сырдария Арал теңізіне құяды. Әбділда Тәжібаев Сырдария өлеңінде осы өзен туралы жырлаған. Өзінің еліне, жеріне, Сырдария өзеніне деген ыстық махаббатын өлең арқылы жеткізген. Балалар, мәтін түсінікті ме? Ал балалар, мәтін түсінікті болса, 4-ші тапсырманы орындайық. Мәтінге сүйеніп, ақпараттың дұрыстығын тексер, түсіндір. Әбділда Тәжібаев ақын, драматург, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның халық жазушысы. Дұрыс. Сырдария орталық Азиядағы кішкентай өзендердің бірі. Қате. Сырдария өзені Тянь-Шань бұлақтарынан басталады. Дұрыс. Өзінің еліне, жеріне деген махаббатын өлең арқылы жеткізген. Дұрыс. Ол 1909 жылы Семейде дүниеге келген. Қате. Сабағымызды аяқтайық, балалар. Ал сіздердің қаншалықты деңгейде бүгінгі сабақты түсінгендеріңізді бағдаршам арқылы анықтайық. Қанекей, қай түсін таңдаймыз? Қызыл түсін түсініксіз, әлі дайындығым аз дегенді білдіреді. Сары түсі толық түсінбедім. Жасыл жақсы түсіндім. Қанекей, тез таңдай қояйық. Назарларыңызға рахмет, балалар. Үйге тапсырма. 5-ші тапсырма 107-ші бет. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.